Қалайсыздар достар? Бүгін сіздермен осындай керемет, өте жұмсақ, нәзік, әрі дәмді болып шығатын, ең бастысы миксерсіз, таразысыз, сливкисіз жасалатын ең оңай торттың рецептісін қабыл алыңыздар. Отбасыларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Өте керемет болып шығатын, бір жасағаннан шығатын торт. Және де өте қолжетімді торт болып табылады. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып аламыз. Оның үстінен жарты стақан қантымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Қантымызды жақсылап ергенше, жұмыртқамыз аппақ болып көпіргенше араластыратын боламыз. Ендігі кезекте жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап араластырған соң, бір стақан айранымызға бір чайная ложка содамызды қосып, жақсылап араластырып, массамызға құятын боламыз. Осы қоспаны жақсылап араластырамыз, біркелкі болғанша. Оның үстінен сұйық майымызды құямыз. Қанша қосатынымды мен описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Енді ұнымның үстіне 2 ас қасық какаоны қосып, екеуін жақсылап араластырып, еліктей өткізетін боламыз. Мен ұнымызды 2-ге бөліп салдым. Бұл жерде ең бастысы түйіршік болып қалмау керек қамырымыз. Дайын болған қамырымызды 30-40 минут пісіріп алатын боламыз. Дайын болған бисквитімізді біз бөліктерге бөліп алатын боламыз. Мен бұл жерде бөліп жатқанымды түсіруді ұмытып кетіппін. Мінекей осылай болып шығады. Консистенциясы. Формамызды қойып, астына көп қолданатын пергамент қағазын салып, 30-40 минут жақсылап пісіріп алатын боламыз. Піскенін шпажка шұқылайтынмен көрсеңіздер болады. Енді крем жасайтын боламыз. Оған мен вареньеге қойылатылған сүтпен қаймақты алдым. Екеуін жақсылап араластырамыз. Сіздерде миксер болмаса, венчикпен араластырсаңыздар да болады. Мінекей, енді осылай бірінің үстіне бірін жағып, бисквиттерімізді қойып, әзірлейтін боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Отбасы мүшелеріне ұнайтынына 100% кепілдік беремін. Өте керемет дәмді торт болып шығады. Және де барлығын жинап болған соң, тортымызды бір түнге тоңазытқышқа салғанымыз дұрыс болады. Сол кезде крем бисквитке сіңіп, өте жұмсақ, дәмді болып шығады.
кремімізді жанына үстіне толықтай жағып, корждарымыздың қалғанын ұсақтап бетіне жанына қойып шығатын боламыз. Мінекей біздің ең оңай тортымыз дайын. Ас болсын. Сіздермен болған Меруерт Сейтқасымқызы. Егер де рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушының тұсын басуды ұмытпаңыздар. Мен үшін сіздердің тіркелгендеріңіз, басқан лүпілдеріңіз, қалдырған пікірлеріңіз өте маңызды. Ол мен үшін үлкен қолдау болып табылады. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, мен парақшамды қолдай кетіңіздер. Сіздерге үлкен рахмет. Сау болыңыздар.